Быйылғы мерейтойлы даталардың бірі Қазақстан Конституциясының 20 жылдығына орай Солтүстік Қазақстан облысының жастар альянсы мен ішкі саясат басқармасының ұйымдастыруымен дөңгелек үстел өтті. Түрлі маман өкілдері қатысқан дөңгелек үстел басындағы кездесу ашық микрофон түрінде өтті. Ата заңымызға қатысты өз пікірлерін кез келген қатысушы білдіре алды. Осы жылы елімізде Конституцияның 20 жылдығы атап өтудеміз. Әрине ол өте Конституциямыз біздің үлкен ата заңымыз, әр адамға өте маңызды құжат. Мысалға оқушыны алсақ та, зейнеткерді алсақ та, әр салада жұмыс істейтін азаматты алсақ та, Конституция оған оның құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етеді. Алмадина Темірғали жергілікті жастар альянсының төрайымы. Бұл дөңгелек үстелге белсене қатысып, студенттер тарапынан Конституцияға байланысты өз ойын ортаға салды. Осы жиынның басты мақсаты әрбір еліміздің азаматы өз құқығын білу керек. Соны жалпы түрде дамыту үшін осы жиынды өткізіп отырмыз. Бүгінгі жиынды өткізетін ол бізде жастар бастамаларының басшысы Әсемгүл Найманова болады. Менің ойымша осындай жиындардан кейін өзіміздің солтүстіктің азаматтары өз құқықтарын біле бастайды. Ата заңның үстемдігін арттыруға бағытталған осындай жиындар мен конференциялар пікір алмасу алаңдарының жастарға берері мол. Мөлдір Мақышева, Азамат Жантурин, Ақпарат.